Көркем мәміле қоғамда татулықтың кепілі дейді. Кез келген адаммен көркем мәміле жасасаң, қазақта сөз бар ғой, жылы-жылы сөйлесең, жылан інінен шығады дейді. Қатты-қатты сөйлесең, ар жағын біліп отырсыздар. Яғни кез келген көркем мәміле ол бәрібір өзінің жемісін береді. Құранда Алла Тағала айтады осы байланыста: "Вала тастауил хасанату вала саййиа" дейді. Жақсылық пен жамандық бірдей болмайды дейді. Идфа биллати хия ахсан, сен жамандықтың қарымын жақсылықпен қайтар дейді. Қазақта сөз бар ғой, таспен атқанды аспен ат дейді. Яғни сен жамандықтың қарымын жақсылықпен қайтар дейді. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Сонда өзіңе қас дұшпан болған адамның жан досыңа айналғанын көресің дейді Алла Тағала. Яғни көркемдік, жұмсақтық, дұрыс байыптылықпен қарым-қатынас жасау негізінде адамның қарым-қатынасы мәміледен тұрған себепті кез келген адаммен жұмсақ мәміле жасасаңыз, ол сізге міндетті түрде құрмет көрсететін болады.